Қайынсіңлімнің қыз жасауы қайнаға мен абысыным дайындаған. Бүгін құдалық соған артысуға көмекке келген болатын. Сіздерге әдемілеп түсіріп алдым. Мына құдалыққа дайындаған киімдері осындай екі түрлі сандық және де осындай көрпешелері бар. Менен таппер ыдыстары, ыдыс жуатын машинкасы және де кір жуатын машинкасы да бар. Бақандай 8 килограммдық. Өте ұзын холодильник. Мына газельге қалай сыйдырамыз деп ар ойланып, бер ойланып, мен келіп, мынаның төбесіне де әртүрлі нәрселер салуға болады. Күштеген деп қызығып қалдым. Мынан 9. Әр дүниесіне осылай әдемілеп бантиктер жапсырып қойдық. Телевизор бар, қонаққа және кухняға арналған ыдыстары, пылесос, әсел пеш, гладильная доска, сушилка, үтік, Викалинаның барлық кастрюльдері және мантоваркаларымен бірге. Қайынсіңліміз пісіруді жақсы көргеннен кейін, но кондитерский наборы және менен осындай тапперден 3 набор ыдыс алды. Абысының бұрыннан жинаған тұғын және менің өзімде қосқаным бар. Мясорубка мен шара наборы, цептердің стакандары, измельчитель, вафельница, ручной миксер және планетарный миксер. Қонақ күтуге тағыдан андай набор ыдыстары, қасық вилка набор, қамыр тамаққа астау және сорпаға да ағаштан жасалған ыдыстары, кесесімен шуылдақ, конфет 9, ағайын 9, үй 9, дос 9, нағашы 9 бәрі бар. Абысын мен қайнағамыз осылай бір міндеттен құтылып алды. Ағайын 9 абысындарымыздың атымыздан және газелімізді осылай толтырып жібердік. Ал ақ жол қызымыз мына ыдыстарын, дүниелерін жақсылыққа өзі пайдалана берсін. Тілектеспіз.